Тәжірибе жасауға ұнатамыз, солай ма? Ұнай ма? Вот енді қараңдар, бізде тақырып ауа туралы болды, иә? Байқаймыз, қазір мен екі шамшырақты жағып қойдым, иә? Екеуді жанып тұр ма? Екеуді жанып тұр екен, иә? Екеуді жанып тұр екен. Енді қараңдар, қазір біз осындай тәжірибе жасаймыз, қарап отырасыздар. Мен қазір біреуі ашық тұрады, ал біреуі мен жауып қоямын. Не байқайсыңдар, қарайсыңдар? Не байқадыңдар? Шамшырақ өшіріп қалды, иә? Өйткені оның ішінде ауасы жоқ, иә? Ауасы бар, ол бізде шамшырақ жанып тұрады екен, иә? Тамаша, жақсы. Екінші тәжірибеміз балалар. Қараңдар, мынау бізде міне бөтелке. Бөтелкеге мен қазір сендерге кішкене құямын су. Жақсы ма? Кішкене құямын су. Бар ма су? Енді қараңдар, неге бар? Үрлейтінге шар. Дұрыс? Енді мен оларға міне ас содасын саламын ішіне. Түсінді ме? Бірнеше рет саламын. Вот енді қараңдар, кәне, бар ма мына сода? Бар, иә, кәне, тез болады, қараңдар. Тез қарап шығыңдар. Бар ма? Енді қазір қандай керемет нәрсе болады екен. Мен оны кигіземін бөтелкенің үстіне. Енді қараңдар, мен ас соданы мен бөтелкеге саламын. Не болды? Өрленіп жатыр, иә, шарымыз? Қандай тамаша болды? Солай ма? Ұнады ма? Тамаша. Қараңдар, енді су не болды? Міне өте күшті сондай тәжірибе жасадық, иә? И үшінші бізде тәжірибе болды. Қараңдар, міне менде 2 стақан су, иә? Ой, су емес, кешірім сұраймын. Так, менде стақанда су бар. Құямыз оны